жаңа Жетібайда осындай жиналыста болдық біз. Ол кезде де осындай сөздеріңізбен жуып шайып кеттіңіз. Ренжісеңіздер, ренжімесеңіздер айтайын. Мына жерде мына кісілер жаңа тазалықтан бастап отырдық қой. Таптардай кісілер ғой, міне ана жерде сөйлеп отқан кісілер. Қайбір денсаулық бар дейсің, түрлеріне қараңызшы. Алатын зарплаттары 100 мың болатын болса, оның заттарына істеп, үйінде бала шағалары бар. Қазір бір ұнның бағасы 10 мың теңге. Мен қысқа айтайын. Оның ішінде дәрі-дәрмектері кіреді, оның ішінде кажы тамақтары кіреді, еті кіреді. Ойланыңызшы бірдеңе. Не айтып отырсыңдар? Отпускың жоқ дейді. Осы жылда отпускың жоқ дейді. А келесі жылға дейін өлі ма тірі ма? Ана денсаулықпен қашанға дейін барады? Сосын жаңа мына маған берейін тыңдап отыр ғой. Денсаулық дегенде отыр ғой. Міне бері қарап жүрші. Жаңа айтып отырсың да ана жерге шықтың да. Ондай мүмкін емес дейді. Мүмкін. Алдында ауырып кәдімгі жердің коридорына кіргізбеді. Менің дос қызымның қызын ана әкімдерге, Жаңаөзен қаласының әкімден шығып түннің бір уақытында солай кіргіздік. Мүмкін сіздерге бар ғой, мен мына басшыларға таң қалатыным да, мына халық пен халықты бір-біріне араздастырып қойып жатыр. Мысалы, қазір мына кісі не қылса, видеоға түсіріп ал дейді. А мен мынаны видеоға түсіріп жүрейін ба сонда? Қалтамнан шығарып, уже екеуміздің арамызда араз тудырасыңдар. Әйтпесе сенбейтін екен. А не өтірік айтып шығарылып бара жатырық па не біздер? Мына жерде отырғанда, мына осы халықтың арқасында сіздер нан жеп отырған. Нандарыңды жеп күндерінде көріп отырсыңдар. А бұларға дұрыс жауап бергіңіз келмейді. Кілең шекірейіп. Бәрі сондай. Мен біреуін демей, бәрі сондай. Мына жерге әкеліп қойған неке отыр ғой, мыналар бәрі макеттер. Олар үндемейді. Олар болды, осы жиналыстың бітуін келеді, үйіне кетеді. Мына жерде бір 5-6 әйел адамдар шығар, жандары күйіп отырған. Мына құртақандай залдың ішіне кімді алып, кімді шығарасың? Не керек мына макеттер бізге? Ал мына отырған басшылар, міне отыр ғой басшылар. Бұл басшылардың жауаптары жаңағы ғой, қанағаттандырып жатыр, қарап жатыр. Нұрболат айтып отыр, Гүлден сауыл бүткіл халықтың арқасында сөйлеп отыр. Ана жерде санаулы халық. Қызылсай ауылының халыққа, қарапайым халыққа санаулы мына жерде. Мына жерде отырған бәрі макет. 85% макет ал. Шынды болса. Кім дейсіз отырған? Өтірік отырғандар тек міне жұмыстан шығып барады, бар жиналысқа қатысыңдар, басшыларына айтады. Осы жерде отырады. Бұлар да шаршап отыр, бұлар да үйлеріне барғысы келеді. Бала шағалары бар, бірақ амал жоқ, отырады мына жерде. Отыру керек оларға. Парыз солай. Оны бар ғой, маған таң қалып қойдым, енді қажет жоқ, мен біліп отырмын, білгесін айтып отыр. Мына Нұрболат айтып отыр бәрін. Қанағаттандырып жатыр, қарастырып жатыр. Бізге қарастырып жатқан керек емес, бұл есеп беру. Есеп беру болғанда бізге нақтысы керек, қарастырып, келесі жылы қарастыратын керек емес. Нақты сөз керек, нақты. Нақты сөз айта алмайсыңдар ма? Онда келмең мына жерге қатыспа. Халықтың арасында не бетімен келіп отырсыңдар, мен таң қаламын. Жылда осындай қайта. Шаршамайсыңдар да қоймайсыңдар. Ал білесіңдер, осы біздің халық, біздің арқамызда сіздер нан жеп отырсыңдар. Бала шағаларыңды асырап отырсыңдар. Ана шетелге оқытып отырсыңдар бала шағаңызды. Талтаңдап жүрсіңдер, кілең жіппен. Жаңа мен кетқанда мына той болып отыр ма екен деп ойлап қалдым. Ноғайып мырза қайтып үйленіп отқан жоқ па екен деп күлдім даже. Толып тұр мына жерде машиндер. Ал осы машиндерді мініп жатқан халықтың арқасында біле берсіңдер. Керек емес жанды күйдіріп, отырғанымен тіпті қажеті жоқ. Жаңа сонның адамы қайда? Сонның адамы барлық, мен де бардым бір соңға осында айқай шығардым. Деп сөйлей алмайды вообще. Тек өзінің жұмысшыларын жақтай береді. Тек айналып келіп жақтай береді. Болды. Халық ол жерде. Біз кімбіз сонда? Адамның жанын күйдірмей өйтіп. Өтіріксіз жауаптың қажеті жоқ. Бүгінгі жиналыстың